бүгінгі жастар, бүгінгі мектеп оқушылары информациялық, ақпараттық үлкен тұтқында отыр. Бүкіл тек баянымыздың маңыздылығын сақтайтын біздің қанымыздағы асыл қасиеттер. Сол арқылы ғана біз ұрпақты тәрбиелей аламыз. Сондықтан бастап отқан үлкен халықтық жұмысқа, халықшылдық қозғалысқа біз барынша қолдау көрсетіп отырғанымыз дұрыс. 1 миллион, 2 миллион теңге көлеміндегі қаражат қазақ батырлық жыры, оның мұрагер ұрпағы бүгінгі біздің 6-10 сыныптағы балалардың талпынысы үшін, оны дайындаған ұстаз үшін ол судың тамшысындай ғана нәрсе. Біз өзіміздің тек тамырымыздан айырылып қалдық, біздің эпикалық, эпостық, біз айтып отырған батырлық жырларымыздан алшақтағаннан. Сондықтан да бұл суға тамған бір тамшыдай ғана қаржының көзі деп ойлаймын. Өйткені біз болашақ ұрпақты, саналы ұрпақты, халықшыл, өз ұлтының қамын ойлайтын ұрпақты тәрбиелеу үшін біз айтып отырған батырлық жыр дастандардың жөргегіне орап, соның әуені мен мақам сазыменен тербетіп отырып жетілуіміз керек. Сонда ғана біздің болашақ ұрпағымыз егеменді ел, дербес мемлекеттің алтын тұғырындай азаматтар болып шығады деп ойлаймын. Бұл тұлпар мініп туылған деп отырған қозғалыс болашағында біздің ұлттық дәстүріміз күйінде әрі қарай өзінің жалғасын табады деп сенемін. Өйткені бұл халықтың өзінің 1000 жылдық, 100 жылдық мәдениетінен жеткен дүниелер. Ал бүгінгі таңда біздің рухани күш қуатымыздың бастау бұлақ көзі де сонда тұр. Іргелі жұмыспен айналысып отырған үлкен ұжымға, осының басында жүрген азаматтарға сәттілік тілейміз. Өнер бүгінімен қызық, ертеңімен өміршең. Біз өнердің ертеңін жасап отырмыз.